Күндердің бір күнінде, шуақты таңда, түлкі орман ішінде қыдырып жүрді. Оның қарны аш еді, және жейтін бірдеңе іздеп келе жатты. Қу түлкі тура төбесінде ағаш бұтағында отырған қарғаны көрді. Бағы жанған құс қайдан болса да бір тілім ірімшік тауып алып, оны тұмсығымен мықтап ұстап отыр еді. Таңғы асқа ірімшікті қалай ғана жақсы көремін, деп ойлады кәрі қу. Бірақ оны қалай қолға түсірсем екен? Содан соң ол айлалы жоспар құрды. Мен бұл орман қонағын сөйлетуім керек. Аяр ағаштың түбіне отырып, дауыстап: «Қайырлы таң, уа, ғажайып жаратылыс! Бүгін күн қандай тамаша, міс қарға! Солай емес пе?» деді. Ол болса жай ғана күдікпен төмендегіге қарады. Бірақ ешқандай жауап бермеді. «Сіз қандай сұлусыз», деді түлкі. «Қауырсындарыңыз жарқырайды, ал қанаттарыңыз жай ғана таңғажайып. Сенімдімін, сіз құстардың патшайымы болуыңыз керек». Осындай мақтау сөздерді естіген аңқау құс барлық күдігін ұмытты. Тіпті өзін көк жүзінің ханшайымымын деп елестетті. Мұндай тамаша арудың дауысы да өте әдемі болуы керек. Өйткені оның барлық болмысы сондай, кемел. «Маған бір ғана ән айтып берсеңіз қайтеді?» Сары жағымпаздың соңғы сөздері қарғаға қатты әсер етті. Ол өзінің ең қатты «қар» деген дауысын шығару үшін тұмсығын айқара ашты. Ірімшік оның аузынан түсіп кетті. Тура қудың ашық қалған аузына түсті. «Дәнді таңғы ас үшін рахмет», деді айлакер аң тәтті үнмен және жөніне кетті. «Күніңіз сәтті өтсін, міс қаға». Ертегінің түйіні мынау: жағымпаз өзін тыңдайтын біреу барда әрқашан тоқ жүреді. Тағы да әндер мен ертегілерді қалайсың ба? Біздің тегін Лолла қолданбасын жүктеп ал.